Осы жақын арада Қытайдың жаңашылдығын көру үшін Шэньчжэнь деген қаласына барып қайттық. 82 жылы Дэн Сяопиннің өкімі бойынша салынған қала. Қазір 20 миллион халық тұрады. Ішкі жалпы өнімі Қазақстаннан 2 есе көп. Сол қалада кешке бір қазақша тамақ ішейік келе жатып, қасымдағы Қытайдың қазақ баласы сол сөйлесіп отырады. Ар жағынан телефонмен бір бала, сіздер қазақсыздар ма деп телефоннан дауыстан естіп қойды, қазақсыз. Біз шақырып алдық. Содан сол жерде жаңағы қазақ балаларға бардық, 4 бала екен жұмыс істеп жүрген. Осында кішкентай кафе, ішінде қазақ тағамдарын береді өзіміздің. Содан енді кетіп бара жатып мен сұраймын, сендер енді қайтсаңдаршы елге десем, маған соның ішінде бір бала айтады, аға дейді, мен Астанада 3 ай жұмыс істеп келдім дейді. Ол жерде санэпидемстанция деген бар екен. Онан кейін өрт сөндіру деген бар екен. Онан кейін тағы біреу бар екен. 3 айдың ішінде маған 200 мың теңге штраф салды, соны қашып кеттім. Енді жұмыс істеу үшін Қазақстанға бармайын дейді. Өзімізді қазақ бала. Жаңағы қандай қолайсыздық. Яғни біздің елімізде басқа елдерге қарағанда бизнеспен айналысу әлі де қолайсыз. Енді өзіңіз ойлап қараңызшы. Түптің түбі дүниенің. Сол жерде Шэньчжэнь деген қалада 4 қазақтың баласына жұмыс істеуге орын бар екен. Ол қала, мысалы үшін дүние жүзіндегі технологияның ең озық қалалардың бірі. Анау бүкіл санитарлық нормалардың ең қатал түрі сол жақта болу керек. Ал біздің Астанада өзіміздің сол қазақтарға жұмыс істейтін жаңа жағдай жоқ екен. Өте ойланатын мәселе.